Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Қыздар, енді селедка подшуба салатын осылай жасап көріңіздер. Тарелкаңыздың жан-жағы бүлінбей, формасы әдемі болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, видео ұнап, рецепт пайдалы болып жатса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен подшуба салатымызды жасаймыз. Барлық көкөністерімізді алдын ала суға пісіріп, осылай үкіштен өткізіп дайындап алдым. Одан кейін ыңғайлы ыдысымызға таза пакетикті дәл видеодағыдай қойып, ең алдымен қызылшамызды саламыз, және де бетіне міндетті түрде майонез жағамыз. Одан кейін үкіштен өткізілген сәбіз саламыз. Барлық көкөністерімізді осы видеода көрсетілгендей бірін-кетін салып шығамыз. Арасына міндетті түрде майонез жағып отыруды ұмытпаңыздар. Мен көкөністердің барлығын алдын ала суға пісіріп, үкіштен өткізіп дайындап қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай видеода енді картошканы саламыз, бетіне майонез жағамыз. Одан кейін суға піскен жұмыртқаның мен тек ақуызын ғана қолдандым. Қаласаңыздар сары уыз мен ақуызын бірге қосып үкіштен өткізіп салатқа қоссаңыздар да болады. Енді селедка балығының орнына мен тауықтың төс етін суға пісіріп қолдандым. Селедканы ұнатпайтын қыздар осылай жасасаңыздар болады. Дәмі өте дәмді болып шығады қыздар. Қарасаңыздар формасы да өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Бетіне әсемдігі үшін осылай майонез жағып шығамыз. Келесі салат бізде оливье салаты. Енді бұл салатты барлық қыз-келіншектер біледі. Әр жаңа жылда барлық шаңырақта жасалынатын осы екі салат өте дәмді және де тойымды салаттардың бірі. Барлық көкөністерімізді суға пісіріп, төрт бұрыштап турап, ыдысымызға салып, майонез қосып жақсылап араластырамыз. Бұл жерде мен тұздалған қияр қоспадым, себебі үйдегілер аса қатты ұната бермейді. Қаласаңыздар тұздалған қияр қосып жасасаңыздар да болады. Осымен біздің салаттарымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, видеоға лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, рахмет.